Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз дүниетану сабағынан адам досымен мықты деген тақырыпты өтетін боламыз. Бүгінгі сабақта этика ұғымы мен әдептілік қағидалары туралы білетін боласың. Адамдар арасындағы достықтың маңыздылығын үйренесің. Дос болайық бәріміз, жарасып тұр әніміз, тыныштықты сақтаймыз, атсын күліп таңымыз, дей отырып сабағымызды бастаймыз. Балалар, достық деген не? Достар деп кімдерді айтамыз? Достық туралы бірнеше мақал-мәтелдерді есіңе түсіріп айтып бер, олардың мағынасын ашып түсіндір. Достық сөзінің мағынасы өзара сыйластық пен мүддеге құрылған жақын қарым-қатынасты білдіреді. Ал енді балалар, мен сендерге дос туралы мақал-мәтелдер айтып кетейін. Жаманмен жолдас болсаң, қаларсың ұятқа, жақынмен жолдас болсаң, жетерсің мұратқа. Дос сыртыңнан мақтар, дұшпан көзіңе мақтар. Жаңа досың жанында болса, ескі досың есіңде болсын. Олай болса балалар, досы туралы хикаяны бірге оқып көрейік. Сол кезде біз достықтың мәні неде екенін түсінетін боламыз. Екі дос бір еңседе жұмыс істейтін. Бір үйленген отбасы бар, екіншісі бойдақ. Күн батқанға дейін жұмыс істеп, достар тапқан өнімді тепе-тең етіп екіге бөліп алатын. Бойдақ жігіт: түскен пайданы тепе-тең етіп бөлгеніміз дұрыс болмады. Мен жалғыз тұрамын, сондықтан да көп шығыным да жоқ, деп ойлайды. Осындай оймен бір қап бидайды жасырын түрде досының қорасына апарып тұрады. Досы да ішінен: түскен өнім мен пайданы бірдей бөлгеніміз дұрыс емес. Менің отбасым бар, қартайғанда олар маған қарайды. Досымның болса ешкімі жоқ. Қартайған кезінде оған қарайтын адам болмайды, дейді. Осылайша ол да түн жамылып досының қорасына бір қап бидай апаратын болды. Осыған қарамастан екі қорадағы қаптар саны неліктен еш азаймағанын екі дос та түсінбей жүр еді. Тағы бірде екеуі бір-бірінің қорасына қап апара жатқанда жолда кездесіп қалады. Сонда ғана олар болған жайды түсінеді. Қаптарын жерге қоя салып, екі дос бір-біріне деген адал ниетті екендерін біліп, көздеріне жас алады. Балалар, достарының қасында бір-бірімізді әдепті ұстауларымыз керек. Мысалы, досыңмен сабаққа дайындалған кезде әдептілікті сақтап, немесе басқа да жағдайларда өзімізді әдепті ұстауымыз керек. Балалар, достар әрқашан бір-біріне адал болуы керек. Достықты сақтау үшін мінез-құлықтың әдептілік қағидаларын сақтаудың маңызы зор. Өзіңе өзгелердің қандай қарым-қатынаста болғанын қаласаң, өзің де өзгелерге сондай құрметпен қара. Үйге тапсырма: достық бейнесі тақырыбында сурет салу.